басқалар жайында жақсы ойлау, мысалы біреу жақсылық жасап жатса, жақсы ниетпен жасап жатыр ғой деп, егер көзімізге оғаш көрінген бір қылығын байқап қалсақ, білмей қалды ғой, байқамай қалған шығар деген сияқты оның әрбір істерін жақсылыққа жорып, жақсылыққа балап отыру, бұл біріншіден мұсылмандардың арасындағы ауызбірлікті, бауырмалдықты, сыйластықты күшейтетін іс. Екіншіден ғибадат саналады. Ғибадат болғанда жай ғибадат емес, жақсы ғибадатқа жатады. Бұл жердегі жақсы деп отырғанымыз сауабы мол деген сөз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір сөзінде былай дейді: хуснуллан мин хуснил ибада. Жақсы ойлау, яғни басқалар жайында жаңағыдай бейнеде жақсы ойда болу, ол жақсы ғибадаттардан дейді. Мысалы адам біреу жайында, бауырлары жайында жаман ойлап қалай күнә жинай алатын болса, дәл солай олар жайында жақсы ойда болып жүріп, сауап жинай алады. Алланың мейірімі кең, тек пейіліміз тарылмаса болды.